жасындағы махаббат менің бесігім. Мәди бабамның армандарына тәттім бет күйі шалған қанында, Қазыбек бидің заңғарларына киелі менің Балқан тауыма. Биіктен ғана қараймын, киелі менің Балқан тауыма. Биіктен ғана қараймын. Қабдолланы 64-65 жылы мен Егінбұлаққа Өсібайдан келіп, Қабдолламен бір класста оқыдық. 9-10 класты бірге оқыдық. Бірінші келген бетті Қабдолланың қасында отырғызып қойды мұғалімдер. Содан екеуміз осы күніне дейін мінекей жан жолдаспыз. Қуанышымызды да, қайғымызды да бірге бөлісіп жүрген жан жолдаспыз мінекей. Енді Қабдолладан бұрын көп айтуға болады. Қабдолла деген өзі мектептен сондай алғыр болды. Қолына техникаға сұмдық не болды. Жақын болды. Ана кез келген бір жаңа заттар алатты болғаны, оның бәрін шұқылап бөліп тастайды. Содан қайта жинайды. Сондай бұл техникаға өте жақын болды. Осында ИС-49 деген мотоцикл болады, ол кезде техника машина деген жоқ. Соның әкесіне бар, соны қолма-қол ұзап, қолма-қол істейді, сонымен біз ылғи қатарап қыздарға бәрі сол мотоциклмен баратынбыз. Единственный көлік онда деген соныға қазіргі не сықатты? Мерседес сықатты деген болды. Міне, сол техник содан кейін өзі техникумға түсті, СПТУ-да істеді. Сол техникаға шығуды балаларды тәрбиеледі. Бұлар бар ғой, кісімені. Сол СПТУ-да техникасы болды. Сонда Рамадан жинап шықты ғана. Екеуі Амантай Масайын екеуі. Өздері мынау әкесі де шебер болды. Өздері бір көш аққасындар көшесін салды ғой. Одан кейін мінекей Қарағандыға кетті. Қарағандыда да мінекей анау Байғұлықты мұғалім інелер мектептер бұнан қуып жүріп жұмыс қылады. Анадан кетіп қалса екінші бұлай шақырып алады. Яна жолдастыққа да жақсы. Бұлтына біздің мектепті бітіргенің 60-50 жылдығын неткен осы ұйымдастырып бәрі. Қарағандыдағы бүкіл ауыр жұмыстарын осы ұйымдастырып біз таза готовина барып сылқата түстік қой. Организаторлығы ол және өзі дос жарандар өте жақсы көп. Бәрімен қалмені бір жұмада бір-екі рет сөйлесіп тұрады ғой менімен. Сен маған өмірі звондамайсың. Не етем сен мені көптің ағасың, сен мен қан біліп тұру керек. Енді мына 70 жылдығында балалар жасап атқан көреді мінекей. Енді тағы да мен құрдасыма, жолдасыма тағы да Алланың берген жасын жасай берсін деймін. 80-ден секіріп өтсін, 90-ға тоқтамай, 100-ге бір-ақ жетсін деймін мінекей. Бала шағасын қызығын көріп, бәйбішесімен жүре берсін. Осыдан басқа тілерім жоқ мені. Ай Қабдолла, аман болса ол. Атаң Қабдолла мені бірінші сыныпта 10 жыл бір оқығанмын, 66 жыл мектепті аяқтап, онан кейін колледжді бірге оқыдық. Одан кейін осы Егінбұлақта ауыл шаруашылық саласында ол атаң кәсіптік техникалық училищеде мұғалім істеді. Мен кәсіптік қызметін істеуге аралас, жақсы семейный жолдас болдық. Жақсы әлі күнге дейін араласамыз осы уақытқа дейін. Атаң енді әлі жұмыс істейді, бізден зейнетке шықсақ та атаңның енді көптеген қасиеттерін білеміз. Атаңдай адам енді болғанда мен қуаныштымын. Бір-екі қасиетін айтып жүрсеңіз. Енді бұл өткен жылы біздің мектептермен бізге 20 жыл болған. Сол 20 жылдықты ұйымдастыру ол оңай шаруа емес. Осы атаңның арқасында сол 20 жылдықты біз Қарағанды қаласында жақсылап тойлап өткіздік. 2 күн тойладық.
Сондағы еңбегін енді бағалауымыз керек. Организатор болды. Өте күшті организатор болды. Сондықтан міне әлі күнге дейін араласып тұрамыз. Қарапайым 70 жылдығы құтты болсын дейміз. Келешекте бала шағасының қызығы да тоймай, немерелерін өсіре берсін. Отанымыз аман болып, осындай тиісті заманда атаң жасайды. Рад тому, что судьба свела меня с этим человеком. А какие пожелания? В этом возрасте одни пожелания. Детей он вырастил, дерево посадил, дом построил. Сейчас единственное, чтобы был жив-здоров, чтобы его радовали. И детишки, и внуки, вся родня. Еще раз хочу поблагодарить его за его труд, который он вложил в воспитание подрастающего поколения. И здоровье, здоровье, еще раз здоровье. Ну, думаю, он еще не один год будет радовать нас своим трудом. В школе сейчас он работает. И будем только гордиться. Еще раз пожелать Абдулу Цимбековичу еще прожить, еще плюс 30 с лишним лет. Может быть... Абдулла деген азамат ақкөңіл, айтқан сөзінде тұратын, қолынан іс келетін бір беткей азамат. Сыртуда мен директор болып істегенде, сол сыртуда мұғалім болып, жаңа комплекстің ішіне кіріп келгенде балаларды шешілетін орны болған. Аңырап, дарылғадай болып үлкен остырушы еді. Бір күн айтады, мен соны қатырып берейін, аздаған ақша төлесең болып деді. Сонда қолынан өрт алмады, бүкіл темірді ағашты ұстауып, сол сыртуға кіретін жерді, киім ілетін жерді, балалар демалатын жер қылып, тамашалап әрлемеді. Сол әрлеген бүгін қазір сол мектеп 45-ші мектеп болып тұр, соның ішінде мектепке өңгеріп тұр. Мен ана кірген сайын сонда есіме түседі, осы Абдулла істеді. Сол істеп жүргенде бір саусағынан айырып қалған Абдулла. Ана кілорамға не тартып, соны бір саусағынан айырып, басқарып бір саусағын төлейсін деп сақтап жүреді. Енді Абдулла жалпы қолынан іс келетін, қазақ айтады ғой, аузын ашса көмекей көрмеді деп. Адал азамат, семьялы, үйлі, баранды, бала өсіріп, немере сүйіп, қыз ұзатып, келін түсіріп отырған үлкен жанұя. Енді өзі қылжақтаймыз оны, Бикештің Абдулласы деп. Бір күні звондағанда, қатыра звондаса айтады дейді. Телефонды аласа, ауылдан басында. Бұл тыңдап тұрған Бикештің Абдулласы ғой деп. Содан кейде қылжақтап Бикеш дейміз, Бикештің Абдулласы дейміз, Капа дейміз. Осы ойының бәрін көтеретін үлкен азамат. Біздің айтатынымыз енді, әлі де дені сау болсын, Бикеш екеуі ұзақ өмір сүрсін, бала шағасымен немересін қызығын көрсін. Әрі әнімді деп есептеймін, әрі бірге қызмет істеген кезде мен тәлім бергенімде менің мұғалімім болды, яғни оқушы есебінде, оқытушы есебінде. Еңбек жолынан бастасақ 1969 жылы мені Егіндібұлақтың басындағы нөмір 182-ші кәсіптік техникалық училищеге сол кезде аудандық партия комитетінің хатшысы Садық Нарманбет деген ақсақал шақырып, мына училищеге сен басшы бол дегеннен кейін мен соған бардым. Бірінші таңда осы Құрманбаев Қабдоллаға түсті. Өйткені бұлардың өзі жас басынан әкесілердің жаны, әкесі шебер, негізгі өзінің туған әкесі, енді мынау әкесін үлкен аталары Құрманбайдың әміресіне кеткен, өзі де қалжыңдап жүргенде жайма сейіт қана күледі. Ал бәрібір ғой енді Құрманбай дегенде әкесін десе де оның артықтығы жоқ. Бұлар өздері сол ағаштан түйме түйетін, техникаларды жасынан меңгеретін, сол шөп шауып, шалғыменен шөп шауып, машинаменен шөп шауып жүргенде осылардың ісмер екенін біз байқаушы. Соның бірінші қабылдау осы Қабдоллаға түсті. Соның Қабдолланың бір ерекшелігі ағаштан да жаңа техниканың да міне осыларға мен арқа сүйегеннен ең ақыраяғында сол үлкен дәрежеде жаңағы училищені басқарып, Егіндібұлаққа жаңа типті училище салуға
біз бәріміз жиналдық. Хамдолланы ең бірінші үйренетіні Хамдолланың туысқандық қасиетінің бірінші қалыптасуы. Дұрыс айтасыз. Мынау алда қарағандыда сәпсін пайдаланылмай қалған, мынау қазіргі отырған үйінде бұрын детсаттың ғимараты болып тәшіп қалған. Сол ғимаратты, сол жаңағы Хамдолла Гарананың азаматтарымен байланысып жүріп, сол жаңағы ғимараттардың барлығын жөндеп, өзіне де үйіне әкеліп орналастырып, інілерін де сонда әкеліп орналастырып, Егіндібұлақтың басқа азаматтарына жаңағы істеп, жаңағы жерде былайша қарағанда Егіндібұлақтың бір кішігірім селос сияқты жер. Мен әрі құрдаспын, әрі менің қарамағым жұмыс істеді, еңбек заманынан сабақ берді. Сондай елгезек, ақ көңіл, еңбекқор жігіт ол кісі. Берген тапсырманы уақытында орындайды, жастармен бірге ойнап күліп, спортқа қатысып, өзінің жасына қарамай, жаңағы жастармен қоса, өзінің бойындағы бар білетіндерін, бар жаңағы жақсы қасиеттерін соларға сіңіре түсіндіре білді. Өте жақсы азамат, семьялы, құрдас ретінде ойнаймыз да, күлеміз да, қандай жағдай болса да көтере береді. Енді оған тілегім біріншіден денсаулық. Айтады бірінші байлық денсаулық дейді, екінші байлық ағажалық дейді. Үйіндегі бикешан болсын, соның арқасында әлде болса еңбек етіп жүр. Бүйеуден. Ана бала шағаларының немерелерін асыраймын деп. Одан енді қазіргі 70-тегі адамдардың бәрі қазір үйінде отыр. Жұмысқа ешқандай ыңғайсыз жұмыс істей алмайды. Бұл әлде болса шапқылап, жас жігіттей жүр мініп еңбек етіп. Енді бұған не айтамын енді? Дені сау болсын, басы аман болсын. Анау өсіп келе жатқан немере шөберелерін қызығын көре берсін. Солар балалары өзіне тірек болсын. 70-ке келген, 70 жасқа толса да жас жігіттей шауып жүр. Өздеріңіз тура болсындай бірге істеп жүргенде мен куәмін. Бір құрдас, өзіңіз бірге құрдассыздар, өздеріңіз жолдасыздар. Осындай ойын күлкінің ортасында жүріп, мен де бір осындай куә болғам сіздердің жолдастық қарым-қатынасыңызға. Рахмет сізге дәке. 70-тен аса берсін, алдан берген жасын жасай берсін. Жақсы, рахмет. Ал енді аға, туған күніңіз құтты болсын деймін. Ағамыздың дені сау болсын, жасы ұзақ болсын. Бикеш апа екеуі бірге жасап, бірге қартайсын, бала шағаның ортасында жүре берсін. Сол той бола берсін, тойдан тойға жетейін. Мен өз басым ең бұрын Қу ауданы, Қарағанды облысы 1947 жылында тудым. Сол ауылда мектепті бітірдім. Әкем Дүйсенбек, Ақкесен Дүйсенбегі Ерікбай қызы Мәкетай болды. Бірақ ол кісілердің тәрбиесінде болсам да, мен үлкен атамның тәрбиесінде болдым. Оны бітірдім, оны оқуға түстім. Оқуға түсіп жүріп, қасындағы жолдасым Бекешпен таныстым. 68 жылы Полорда болмай жүріп үйлендім. Енді мен олды үйлендік, одан семья құрдық. Бұл студент болдым, мен де студент болдым, квартира жалдап тұрдық. Мінекей жаман болғанымыз жоқ. 6 баламыз бар. 6-ау да мінекей өз оқуларын, өз орындарын тапты. 2 ұлым бар, 4 қызым бар. Бәрі де осы қалада тұрады. Заман ағымына байланысты біз де көшіп келдік. Соған енді өміріме ризамын Сәкен. Өйткені баяғыда мына отырған қасында отырған Бикеш маған ұрсатын. Енді әрине жас кезімізде жас болдық. Кішкене 100 граммды іштік, жасырмаймыз, оны жасыратып іштемес те жоқ. Сол кезде Бикеш маған ашуын айтатын. Ей Ғабдолла, сенің не байлығың бар деп. Ой, баяу, сен неғың бар менің байлығымда? Менің байлығым балаларым дейтін. Мінекей мои богатства, мои дети деп өзіне осылай орысшалап айтатын. Сондықтан тәуба деймін, шүкіршілік етемін өміріме. Мінекей балаларыма ризамын. Енді қазір мінекей өзіңіз естіп жатсыз, көріп жатсыз. Осы биыл 70-ке толдым, сол 70-імді мына балаларым. Атқарайық, бізде ел болайық, бізде жұрт сияқты көрсетейік халыққа деп мінекей осындай ойлары бар. Енді мен туралы бірден өзі қалай көретін, жақсы көретін, нашар, қалай көретін өзі Бекешті Бекеш жеңге өзіңіз бір кішігірім сұхбат беріп жіберсеңіз.
Иә. Жаңа айтып кетті ғой, біз 1968 бірінші курста оқып жатырмыз. Сонда енді екеуміз танысып, бір жылдай бірге жүріп, екінші курсты бітіретін кезде үйленем деп мені алып қашып келді. Алып қашты ма? Алып қашып келді. Содан енді біз сол Қуалдан дейміз ғой, енді ол кезде Егінбұлақ ауданы деп аталады. Сол кісілер үйіне келіп келсе, 9 баланың үлкені екен, оқытты, тәрбиеледі, үлкен анасы болды. Сол кісі қасымызда болды. Оқып бітіргенде әрі диплом, әрі 2 баланы бірге ала кеп, бірге өмір сүрдік. 68 жылы үйленіп, міне оғанда 50 шақты жыл болып қалды. Енді жаңа айтып кетті ғой, 6 бала тәрбиеледік. Бәрі енді әуелі ұлдайдікі, одан кейін біздікі, одан кейін мына Қабдолланың жан жолдасы ата-анасы, үлкен рахмет айтамын, ол кісілер ол дүние болып кетті. Сол кісілердің жасын берсін, денсаулығын берсін, сол кісінің ғұмырын берсе болды бізге. Ол кісілер жақсы, өте жақсы өмір сүрді деп ойлаймын. Ал атасы 90 жыл жасады. Кейінгі мамасы кейін 5 жылдан кейін қайтыс болды. Мама деп атаған жоқ. Атын атап жатты, үлкен бабушкама рахмет, үлкен атасы, үлкен немес шөт, ол кісінің үлкен аталарының, үлкен апасын, әкесінің мамасын. Ол кісілерге көптен көп рахмет. Әуелі енді бір Аллаға балаларымызды сендіреміз, аман есен бізде жаман өмір сүріп жатқан жоқпыз, жаңа айтып өтті. Сол ел іргесі аман болып, жұртымыз тыныш болып, соны ғана тілеп отырамыз. Баршаларыңызға рахмет. Міне, бір жағынан Қабекеңнің жолдасымын. Арамыз 12 жас екен, бір мүшел жас. Соған қарамастан Қабекеңнің үлкенді де, кішімді де бірдей сыйлап, маған Секе дегеннің өзі менің төбем екел жетпей қалады. Ал енді жаңағы Қабекеңнің сізді алып қашқаны қазақтың салт дәстүріне байланысты, бұл өте сіздердің бақытты өмір сүріп, міне өздеріңіздің соңыңыздан ерген 2 ұл 4 қызыңыздан көріп отырған немерелеріңіздің өзі мінекей үлгенеге ала алады. Мінекей сіздердің жақсы семья болып отырғаныңыздың өзінде мен осы сондай бір үлкен ғанибет көремін. Мінекей сіздерге 70 жылдықтарыңыз құтты болсын. Әрқашанда осы дастархандарыңызға құт береке келіп, балаларыңыз аман болып, өмір деген осы екен, бірде қас бірде дос екен, біреу мықты тас екен, біреу бордай бос екен. Кейбіреуге жанассаң, жұға кетер жос екен, ыдысыңда ас болсай, шыбындағау дос екен. Бұл терілсе басыңа, орайшылға дес екен, көз жасыңа тойынып, тие қалар есетен. Қайсар екен кейбіреу, жан қысылсай есекен, бәйек болып жүгірер, күндіз мейлау кешекен. Аш қалса да өз басы, дейді сені жесеген, күнменен түн жарысып, жүреді ылғи несекен. Біреуге ерте бақ қонсай, біреуге ол кешекен, оны да айт, мұны да айт, ең жанашыр шешекен.